Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 2 сынып қазақ тілі сабағы. Бүгін бізде 47-ші сабақ. Сұраулы сөйлем. Сөйлем түрлерін анықтауды үйренемін. 42-ші жаттығу. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Хабарлы сөйлеммен сұраулы сөйлемнің оқу ырғағын салыстыр. Шегене деген немене? Соны білгің келе ме? Шамалы азды шағынды, бабалар деген шегене. Мұзафар Әлімбай. Өлеңдегі сұраулық мағынаны білдіріп тұрған сөзді тап. Қарамен жазылған сөздің жазылуына назар аудар. Сұраулық мағынаны білдіріп тұрған сөздер немене, не сөздері. Қарамен жазылған сөз шегене. Ережеге назар аударайық, балалар. Сұраулы сөйлем жасайтын ма, ме, ба, бе, па, пе өзінің алдындағы сөзден бөлек жазылады. Мысалы, салтанат келді ме? Жауын басылып па? 43-ші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Мұндағы балалар сөйлемдерді көшіріп жазып ала қойыңдар дәптерлеріне. Кісіге қарап орынсыз күлме. Әжең базардан алма әкелді ме? Сабақтан кешікпе. Қанат ауылдан келіп пе? Ешқашан өтірік айтушы болма. Қар қалың жауды ма? Мұнда балалар сұраулы сөйлем жасап тұрған ме, пе, ма. Бұлар алдыңғы сөзден бөлек жазылып тұр екен, балалар. Ал хабарлы сөйлемде балалар күлме, кешікпе, болма. Яғни бұлар алдыңғы сөзбен қосылып жазылады екен. Ережеге назар аударайық, балалар. Сұраулы сөйлемдегі сұраулық мағынаны білдіретін сөз басқа сөздерге қарағанда көтеріңкі дауыспен оқылады. 44-ші жаттығу. Сызба бойынша бір-біріңмен диалог құрастырып жазыңдар. Мектепке, театрға бару, емханада, кітапханада болу. Сәлем, Меруерт. Сәлем, Дарын. Сен ертең театрға барасың ба? Жоқ, бара алмаймын. Себебі емханаға барамын. Емханадан кейін кітапханаға баруым керек. Жақсы, онда жұма күні мектептен шыққан соң театрға барамыз. Жарайды. Балалармен осындай диалог құрастырдым. Сендер өз нұсқаларымен құрастырсаңдар болады. 45-ші жаттығу. Берілген сөйлемнің сұраулы сөйлем екенін дәлелде. Сен нешінші сыныпта оқисың? Тәжірибе жаса. Алдымен сөйлемді бірнеше рет оқып көр. Қай сөз көтеріңкі екпінмен айтылатынын анықта. Зерттеу барысында сұраулы сөйлемде сұрау мәні бар сөздің көтеріңкі екпінмен айтылатынына көзіңді жеткіздің. Сен нешінші сыныпта оқисың? Бұл жерде нешінші сөзі сұрау мәні бар сөз. Ол сөйлемде көтеріңкі дауыспен айтылады. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.